Дулығалы мешіті Қарағанды облысы Ұлытау ауданындағы Ащылы өзенінің бойында Байқоңыр ауылынан 90 шақырым оңтүстік-батыста орналасқан. Мешіт Құлмұхаммед Ишан Арыстанбайұлының бастамасымен салынған. Ол жаңа мешіт жобасын Бұқара үлгісімен 9 күмбездетіп жоспарлаған. Құрылысқа бетіне әр түрлі ою-өрнектер түсіріліп құйылған, күйдірілген қызыл кірпіштер пайдаланылған. Бұқара үлгісімен салынған 9 күмбезді мешіт 24 бөлмеден тұрады. Мешіттің құрылысы 1902 жылдары басталып, шамамен 1906 жылы аяқталған. Мешітті салған Бердікей Талпақ деген шебер. 2011 жылы Дулығалы мешіті консервацияланған. Құлмұхаммед Ишан жастайынан оқу білімге зеректік танытқандықтан, әкесі Арыстанбай оны Бұқара, Самарқандағы оқу орындарына білім алуға жібереді. Одан кейін қажылыққа барған. Елге оралған соң мешіт медресе салдырып, молда ұстап бала оқытады. Ол шетелде жүріп жинақтаған білімін халыққа үйретуге ұмтылған. Оның игі ісін Абдрахман, Бірмағамбет деген ишандар жалғастырған. Құлмұхаммед Ишан Арыстанбайұлының Дулығалы мешіті өз заманында тұтастай бір рухани мәдени кешен болған. Қазіргі уақытта қашықтығына қарамастан киелі орынға зиярат етуге жан-жақтан көп адамдар келеді.